Бүгін мен маңызды тақырыпты қозғамақпын. Бұл бізге шешусіз көрінетін барлық мәселелерді шешудің кілті жайында. Өмірлік жолда біз түрлі шешілмейтін қиындықтармен кездесіп, тығырыққа тірелеміз. Бірақ Алла тағала бізге бұл есіктерді ашып беруші. Мысалға, ризық несібе. Кейбірі материалдық қиындықтарға ұшырап жатады. Оның себебі қарыздар, жұмыстың болмауы немесе төмен жалақы. Кейбірінде денсаулыққа байланысты қиындықтар болады. Кейде қиындықтар үй ішінде болуы мүмкін. Балаларыңызбен немесе жұбайыңызбен түсініспеушілік, ата-анаңызбен, ағайынды аға-әпкелеріңізбен, тіпті басқа да алыс жақынды туыстармен. Біз жағдайды түзетуге тырысамыз, бірақ еш нәтиже шықпайды. Барлық есіктер жабық сияқты көрінеді, бірақ шешімі бар. Алла тағала көрсеткен шешім. Ол шешім өте жеңіл. Алайда шайтан ойымызға ол нәрсенің соншалықты оңай шешілу мүмкін емес деп күмәндандырады. Шайтан сізге ол оңай шешілу мүмкін емес, саған оны шешу үшін одан үлкені керек дейді. Алайда Алла сізге өте жеңілін көрсетеді, бірақ ол үлкен талап пен еңбекқорлықты керек етеді. Өйткені сіз бүгін ауырсаңыз, ертең азанда сау болып кетуді күте алмайсыз. Олай болмайды. Сондықтан сізде қаржылық қиындықтар немесе деніңіздің саулығына байланысты қиындықтар туындағанда, түнмен дұғалар айту арқылы Алладан көмек сұрап, таң ата байлыққа кенеліп, бірден деніңіз сау болып кетеді деп ойламаңыз. Иә, Алланың қолынан бәрі келеді. Бірақ Алла сіздің сол сәттегі көзіңіздің жасқа толып, жүрегіңіздің шарасыздығына байланысты түбегейлі өзгеру кезінде олай істемейді. Адам қатты ауырған, не жағдайы болмай тұрған кезде, немесе қаржылық қиындықтар кезінде, ол мешітке асығып, Аллаға жалбарына көз жасын төкпей ме? Сондағы сөзі: «Я Алла, істеген күнәларымды кешіре көр, арақ ішкенді кешір, енді қайталамаймын». Әр дұғасынан жүректер жұмсарады да, біз Алла тағаламен байланысты қайта құрамыз. Кейде Раббымыз сүйіспеншілігінен осы кейде ұзақ уақыт бойы қалдырып сынайды. Себебі Алла сізде қиыншылықтар бар кезде оған жақын болатынымызды біледі. Алайда Алла бізге рақымшылық етіп, қиындықтан шығарғанда, біз оның құлдары Алланы ұмыта бастаймыз. Осылайша Алланың бізді осындай жағдайда қалдыруы ол бізге деген рақымы. Демек, барлық есікті бірінен кейін бірін ашатын кілт бар. Жауабы жеңіл. Ол астағфирулла. Кілт дегеніміз осы. Астағфирулла бұл барлық қиындықтардың шешімі. Біздің өмірімізде көптеген есіктер жабық, және бізге қажет кілт ол астағфирулла. Бұл сөздің мағынасы қандай? Мағынасы: «Я Алла, мен сенің кешірімге ұмтыламын, мені кешіре көр». Мұсылмандар арасында егер мен күнә жасағанымды білсем ғана кешірім сұрауым керек деген қате түсінік бар. Бірақ ол олай емес. Ол тек сіз күнә жасағанда ғана қатысты, немесе күнә жасамадым деп ойлауыңызға да қатысты емес. Сіз қандай жағдайда да астағфирулла деп айтуыңыз керек. Себебі бұл сізге осы өмір мен келесі өмірдің берекесін береді. Сондықтан сіз бен біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еш күнәсіз, мінсіз адам болғандығына еш күмәнсіз сенеміз. Өйткені ол Алланың ең жақсы жаратылысы, пайғамбарлардың ең жақсысы. Бірақ оған қарамастан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірбаянына назар аударсаңыз, хадистерге сәйкес Алла елшісі Алла тағаладан күніне 70-тен аса кешірім сұраған. Ал кей хадистерде 100-ден деп келген. Яғни күніне 70-тен не 100 реттен кешірім сұраған. Не себепті? Күнәсі жоқ адам не үшін кешірім сұрайды? Ойланыңыз. Себебі астағфирулла бұл осы өмір мен келесі өмірдегі табыстың кілті. Өмірде не қаласаңыз да Алладан таза ниетпен кешірім сұраңыз. Шынайы ықылас қоймай, жай ғана отырып астағфирулла деп күніне 100 рет кешірім сұраудың керек жоқ.
Себебі сіз шынайы ықыласпен тіпті бір рет айтсаңыз, бұл 100 рет ынтасыз айтқаннан гөрі мықтырақ болады. Сол себепті де біз сізге ана тіліңіздегі сөздерді пайдалануды ұсынамыз. Мейлі ол қазақ, орыс, ұйғыр, тағы басқа тіл болсын. Ол маңызды емес. Егер сіз астағфирулла деп арабша мағынасын түсінбесеңіз, онда өз тіліңізді айтыңыз. Я Алла, мені кешірші. Осылайша кез келген жерде, мешітке кіргенде, намаз оқып болып мешіттен шыққанда, көлік айдау уақытында, қоғамдық көліктерде, үйде, аяқ киім немесе киім ауыстыру кезінде, немесе жұмыс уақытында болсын, әр қашан кез келген жерде Алладан кешірім сұрап қайталап жүріңіз. Күніне 100 рет кешірім сұраңыз. Сол кезде жабық болған есіктер өздері-ақ ашылады. Сөз соңында имам Әл-Аузайдың сөзін сіздер ойлану үшін оқып берсем. Күнәңнің аздығына қарама, алайда сен бағынбай тұрған Алланың ұлылығына қара.